Иман екі нәрседен тұрады, немесе екі жартыдан тұрады. Бір жартысы сабырлық, екінші жартысы шүкірлік деп келеді. Сондай Алла Субханаху ва Тағала өзін сабур және шакур деп атады. Алла Тағаланың көркем есімдерінен сабур және шакур. Яғни адам жалпы сабырлықты, шүкірлікті білуімен дінді біледі, дінді түсінеді. Және сондай-ақ Алла Тағаланы адам дұрыс танығысы келсе, Алланың көркем есімдерін білуі қажет. Ал Алланың көркем есімдерінің ішінде сабур және шакур есімдері бар, яғни сабырлық, шүкірліктен шығатын. Оны білмей адам Алла Тағаланы да тани алмайды. Сабырлық және шүкірлік адамның өмірінде, дінінде үлкен рөлді атқарады. Қажет болса, сабырлық діннің жартысы. Яғни қазір риуаятта келгендей, себебі қарап отыратын болсақ, адамның дінге амал етуі екі нәрседен тұрады. Бірі білім, яқин, сенім, яғни адамның сену керек болған нәрселер, иманның шарттары, жәннат тозақтың бар екендігі, күнә адамды тозаққа салатындығы, жақсы амалдар адамды жәннатқа жетелейтіндігі, адам осының барлығын білуі керек, осыған нақты сенуі керек. Яқин сеніммен сенеді, одан кейін соны амалға асырады. Амалға асыру, яғни құлшылықтарды жасау, оған сабыр керек. Күнәлардан тыйылу керек, оған сабыр керек. Басына өмірінде түрлі қиыншылықтар келеді, түрлі жағдайлар болады. Сол кезде сабырлық етуі керек. Қарап отыратын болсақ, амалдың барлығында адамға сабырлық керек. Амалдың барлығында адамға сабырлық керек. Яғни дін бұл яқин және сабырдан тұрады. Яқин нақты сенім, адамның сенімі қаншалықты күшті болған сайын, оның сабырлығы күшейеді. Яғни сіздің жүрегіңізде күнәнің зиян екендігі қаншалықты күшейеді, сол сенім сіздегі, соншалықты сіз күнәмен күресе аласыз. Күнәмен күресу үшін адамға сабырлық керек. Құлшылық жасау үшін адамға сабырлық керек. Басына қиыншылық түскен кезде шыдау үшін, артық іс-әрекетке бармау үшін, шариғаттың шеңберінде қалу үшін адамға тағы да сабырлық керек. Сабырлықтың маңыздылығы үшін Құранда Алла Субханаху ва Тағала 70 бірнеше аятта сабырлыққа қатысты мәселелерді айтып кетті. Және көптеген дәрежелерді, көптеген жақсылықтарды сабырлық етушілерге берді. Қарап отыратын болсақ, көптеген амалдарды сабырлықтың нәтижесі, сабырлықтың жемісі де етті. Құранда Алла Субханаху ва Тағала وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Біз оларды дінде имамдар еттік, қашан ләммә сабару, олар сабырлық танытқан кезде, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, және аяттарымызға яқин сеніммен сенген кезде дейді. Яғни адамның дінде имам болуы, тура жолға бастайтын басшы болуы да сабырлығына байланысты. Алла Субханаху ва Тағала Құран Кәрімде «Иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб». Сабыр етушілер қияметте сый-сияпатын, жақсылығын есепсіз алады дейді. Ораза айы да сабырлыққа тікелей байланысты болғандықтан Алла Субханаху ва Тағала «Ас-сауму ли ва ана аджзи бих». Яғни ораза мен үшін, оның сауабын мен өзім беремін деді. Басқа жақсылықтарға, басқа құлшылықтарға Алла Субханаху ва Тағала сауабын белгілеп берген болса, Құранда Алла Субханаху ва Тағала бізге айтқандай, бір сабақ, ода қанша бағанағы дән бар, әр дәннен қанша бидай өсіп шығады, 7 есе
70-700-ге дейін Алла Субханаху Тағала көбейтеді деп келеді. Ал енді бірақ оразаның жақсылығын мен өзім беремін дейді. Себебі ораза бұл сабырлық. Алла Субханаху Тағала иннама юаффас сабируна ажрахум биғайри хисаб, сабыр етушілер қияметте өздерінің сыйын, жақсылығын есепсіз етіп алады деді. Құранда Алла Субханаху Тағала сабыр етушілерге қатысты айтады. Ва башширис сабирин, сабырлық етушілерді сүйіншіле. Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Оларға бір мусибат, қиыншылық келетін болса, олар инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп айтады. Оларға Алла Тағала айтады: улайка алейхим салаватум мин раббихим ва рахма ва улайка хумул мухтадун. Оларға Алла Тағаладан мейірім бар, мағфирет бар, кешірім бар, және солар тура жолда болушылар дейді. Яғни сабырлық етуші адамға Алланың мейірімі, рахымы, жақсылығы бар. Оған періштелер, ол адам үшін періштелер дұға жасап тұрады. Яғни сабырлықтың көптеген пайдалары бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Бухари және Муслим келтірген хадисте: وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Адамға берілген ең қайырлы, ең үлкен, ең кең нәрсе бұл сабырлық дейді. Себебі адамның өмірі жалпы екі жағдайдың бірінде болады. Адам өмірінде екі жағдайдың бірінде болады. Жақсылықта болады, немесе қиыншылықта болады. Адамда сабырлық болатын болса, бұл адам осы екі жағдайда да жеңіспен, екі жағдайда да зиянға ұшырамастан шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жайында айтады: «Аджабан ли амрил муъмин, инна амраху куллаху лаху хайр». Мұсылман адамның ісі қандай таңқаларлық, қандай ғажап, оның ісінің барлығы оған хайырлы. «Валейса залка ли ахадин илля лил муъмин». Бұл жақсылық тек қана мұсылманға болады дейді. «Ин асабатху сарра шакар». Егер ол бір жақсы күндерде болатын болса, ісі жүрісіп тұрса, саудасы кетіп жатса, ақша түсіп тұрса, денсаулығы жақсы болатын болса, отбасында ешқандай проблемасы болмаса, «Ин асабатху сарра шакар», ол шүкірлік етеді дейді. Шүкірлік ету үшін де адамға сабырлық керек. Яғни шүкірлік бұл сабырлықтың көрінісі. Себебі адамның қолында дүние болған кезде харамға бармауға шыдау, сабырлық ету, бұл қолыңда ақша жоқ кезде күнә істеуге шыдаудан қайда қиын. Себебі қолыңда ақша болып тұрған кезде, мүмкіндік болып тұрған кезде шыдау, мүмкіндік болмай тұрып шыдаудан қайда адамға қиын болады. Яғни ол сол уақытта сабырлық етіп, сол дүниенің жақсылықтың шүкірлігін өтейді. Факана хайран лах, ондай болса, сол жақсы жағдайда болуы ол адам үшін хайырлы, мұсылман адам үшін. Вайн асабатху дарра сабар. Егер оның басына қиындық келетін болса, ол сабырлық етеді дейді. Факана хайран лах, бұл да оған хайырлы дейді. Бұл да оған хайырлы. Абу Бакр радиаллаху анху басына қиыншылық түскен, үйінде бір жақыны қайтыс болған адамға барып көңіл айтса, мына сөздерді айтады екен: қаласаң наразылығыңды білдір, тағдырға наразылығыңды білдіретін сөздеріңді айт. Не бір адамдар бар ғой, шыдай алмай сондай сөздерді айтып жататын. Қаласаң солай істе, саған күнә болады, соңында Алланың қалағаны болады. Қаласаң сабырлық ет, Алла разы болатын сөздерді айт, Алланың саған сауабы болады, соңында Алланың қалағаны болады дейді. Яғни адам әлгендей қиын жағдайға түскен кезде наразылығын білдіріп еш нәрсені өзгерте алмайды. Шүкірлігін білдіріп те еш нәрсені өзгерте алмайды. Тек қана сол жерден сауаппен, жақсылықпен шығады. Яғни сіз бір туысқаныңыз қайтыс болған кезде инна лиллахи ва инна илайхи раджиун десеңіз де,
немесе Құдай не жаздым саған десеңіз де, сіздің жоғалтқан адамыңыз қайтып тіріліп келмейді. Яғни сіздің сөзіңіз еш нәрсені өзгертпейді, тек қана сіз сол жағдайдан сауаппен шығасыз немесе күнәмен шығасыз. Ал егер сіздің сөзіңіз еш нәрсені өзгертпейтін болса, наразылық сөзді айтқаныңыз үшін әлгі жоғалтқан нәрсеңіз қайтып келіп қалмаса, қайтыс болған адамыңыз тіріліп келмесе, онда соның барлығын біле тұра наразылық сөздерді айтқан адам бұл ақымақ адам болып табылады. Бұл ақымақ адам, ақылы жоқ адам. Себебі енді басыңа түсті сол жағдай. Алдыңда таңдау тұр. Наразылық білдір, немесе разылығыңды білдір. Алла тағала сауабын береді, немесе күнәсін береді. Болды. Одан басқа еш нәрсе жоқ. Одан басқа ешқандай адамда мүмкіндік жоқ. Сол үшін де Әбу Бәкір радиаллаху анху солай айтатын болған. Қаласаң былай істе, қаласаң былай істе. Соңында Алланың қалаған болады. Сенің сөзің еш нәрсе өзгертпейді. Тек қана сен сол жағдайдан сауаппен шығасың, не күнәмен шығасың, болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылман адам жайында, сабырлы адам жайында айтып жатыр, оның ісінің барлығы хайырлы дейді. Оның басына қиыншылық түссе, сабырлық етеді, егер жақсы күндерде болса, оған шүкірлік етеді. Ол екеуі де ол адам үшін хайырлы болады. Алдыңғы сахабалардан келетін сөздер бар сабырлыққа қатысты. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Әбу Муса әл-Аш'ари радиаллаху анхуге хат жазған. Сол хатында мынандай сөздер келген. Алейка бис сабр. Сабырлық ет. Уалам анна сабра сабран. Біл, сабырлық екі түрлі болады. Ахадухума афдалу минал ахар. Бірі екіншісінен абзал. Ас-сабру фил мусибати хасан. Ва афдалу минху ас-сабру амма харрамаллах. Амма харрамаллаху та'ала. Мусибатқа, қиын күндерге сабырлық ету жақсы. Одан да абзалы Алла тағала тыйған, арам еткен нәрселерге сабырлық ету дейді. Али радиаллаху анхуден келетін сөз бар. Буниял иману аля арбаи дааим. Иман 4 нәрсеге негізделген дейді. 4 үстінге құралған. Әл-яқину вас-сабру вал-джихаду вал-адл. Яқин сенім, сабырлық, Алла жолында күрес және әділдік дейді. Али радиаллаху анхуден тағы да келетін сөз бар. Ас-сабру минал иман биманзилати ар-раси минал жасад. Иман мен сабырлықтың арасындағы байланыс бұл денемен бас секілді дейді. Денемен бас секілді. Яғни сабырлық сол денедегі бас секілді. Вала жасада лиман ла расалах, вала имана лиман ла сабралах. Басы болмаған адамның денесі жоқ, ал сабырлығы болмаған адамның иманы жоқ дейді. Абу Дарда радиаллаху анхуден келетін сөз бар. Зарватул иман ас-сабру лил хукм ва рида бил қадар. Иманның шыңы бұл Алланың үкіміне жазғанына сабырлық ету және тағдырыңа разы болу дейді. Енді жалпы сабырлық дегеніміз не? Сабырлық діндегі адам жететін мақамдардың, дәрежелердің бірі. Адамның дінде жететін деңгейлері, дәрежелері бар. Оны дінімізде мақамат, мақамдар деп те атайды. Сабырлық сол дәрежелердің бірі. Ол дәрежеге жету үшін адамда 3 нәрсе болуы қажет. Біріншісі білім, екіншісі хал, яғни ішкі жағдай, және үшіншісі амал. Бірінші білім тұрады, одан кейін хал, үшіншісі амал. Білім, хал, амал. Яғни білім бұл тал секілді. Білім тал, ішкі күй, ішкі жағдай, ішкі хал бұл сол талдың бұтақтары секілді. Ал амал болса сол бұтақтарда өсетін жеміс секілді. Жалпы
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иманды да осындай бір талға ұқсатқан еді. Яғни талдың тамыры бар, ла иляха илlalloh Мұхаммад расулуллах, кейін оның бұтақтары бар, кейін бұтақтарында өсіп тұратын жемістер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша иманның өзінде бір үлкен талға ұқсатқан еді. Яғни сабырлық та үш нәрседен тұрады: білім, хал, амал. Білім бұл тал, хал соның бұтақтары, ал амал болса сол талдағы жемістер. Яғни бірінші адамда білім болуы керек. Білім ол сауап істердің жақсылығы, күнә істердің зияндығы. Осы нәрсені адам жақсылап білуі керек, жүрегімен қабылдауы керек. Жүрегімен қабылдағаннан кейін адамның ішінде, яғни ол сондай бір жағдай күй кешеді. Бұны білу үшін жалпы адам өзінің ақиқатын білуі керек. Адамның ақиқаты қандай? Адам періштелерден өзгеше және жан-жануарлардан да өзгеше. Періштелерде Алла тағала шахуат жаратқан жоқ. Шахуат жаратқан жоқ. Олар тек қана Алла тағалаға құлшылық жасайды, Аллаға құлшылық жасаудан ешқашан жалықпайды. Яғни оларда тек қана әлгі сол дінді талап ететін діни нәрсе ғана бар оларда. Ал хайуанаттарда оларда тек қана шахуат бар. Оларда шахуат бар, оларда мынау екінші жағы жоқ. Яғни ол тек қана бір нәрсе істеген кезде шахуаттың талабы бойынша істейді. Жегісі келеді, жейді, ішкісі келеді, ішеді, жыныстық қатынасқа түскісі келеді, түскісі келген уақытта түседі. Онымен күресетін ода екінші діни жақ жоқ. Ал періштеде тек қана діни жағы бар. Ода мынау шахуат жағы, әлгі адамның шахуатына жағымды болған нәрселерді талап ететіндей оларда ондай нәрселер жоқ. Ал адамда қарап отыратын болсақ, адамда осының екеуі де бар. Яғни басында бірінші бастапқы кезде, жас кезінде ода тек қана шахуат болады. Жегісі келеді, жылайды, ішкісі келеді, жылайды, өсе келе, яғни жегісі келген нәрсесін сұрайды, ішкісі келген нәрсесін сұрайды және істегісі келген нәрсені істейді. Ода әлі білім жоқ. Ода әлі білім болмайды. Мынау шахуатқа екінші төтеп беретін нәрсе болмайды. Яғни мысалы, кішкентай бала оған қанша ауырып тұрса да дәріні іш десең, ащы дәріні ішкісі келмейді. Ащы дәріні ішкісі келмейді. Неге? Себебі шахуатына ол нәрсе жақпайды. Адамның шахуатына, яғни табиғатына ол нәрсе жақпайды. Ода енді сол шахуатпен күресетін ақыл жоқ. Сен ауырып жатсың, бұл ауруың қауіпті, қатерлі, мына ащы дәріні ішпесең, ауруың күшейіп кетеді, ащы дәріні ішсең, ауруың жазылады деген ода ондай түсінік, мына жерде мәлімет, білім жоқ. Сол үшін ол бас тартады. Ал бірақ адам, мысалы үлкейсе, ауырған кезде ол қанша ауырса да, қанша қиын болса да, операция жасау керек болса, операция жасатады. Яғни қиналып емделу керек болса, оны да жасайды, барлығын жасайды. Неге? Себебі ол әлгі аурудың зиян екендігін біледі. Ода білім пайда болды. Білім пайда болды. Басында адам жас кезінде тек қана шахуатының талабы бойынша қимылдайды. Бірақ уақыт өте келе, балағатқа жеткен кезде, есейген кезде Алла тағала оған білім береді. Біліммен ол, яғни бір нәрсе пайдалы, немесе адамның нәпсісіне жағымды болып, бірақ зиянды болатындығын, бір нәрсе зиянды болып, немесе адамның нәпсісіне жақпайтын болып, бірақ пайдалы болатындығын біледі. Сөйтіп, оның ішінде нәпсісіне жағатын нәрсемен, жағатын бірақ зиянды нәрсемен, енді нәпсісіне жақпайтын бірақ пайдалы нәрсе екеуін таңдау, сол нәрсенің қайсысын артық көру деген мәселеде арада күрес кетеді. Арада күрес кетеді. Бұл діни мәселелерде де сондай. Дінде де тура сондай. Адам уақыт өте келе Алла тағала оған білім береді,
ода иман болады. Сонымен ол күнәлардың нәпсіге жағымды болғанымен зиян екендігін біледі. Бірақ мына жақта нәпсісі бар, соны талап етіп тұрған. Құлшылықтардың нәпсіге ауыр болғанымен Алланың разылығына жеткізетіндігін ол біледі. Сөйтіп оның ішінде күрес кете бастайды. Ішінде күрес кетеді. Яғни бір жақта әлгі шахуаттың талаптары, екінші жағында діннің талаптары. Екі жақта күрес кетеді. Мынаның әскерлері бар, ол шайтандар, мына жақтың әскерлері бар, бұлар періштелер дейік. Екеуінің соғысатын жері бұл адамның жүрегі. Алаң, соғыс алаңы адамның жүрегі. Егер дін жағы, періштелер жағы жеңсе, яғни адамда сабырлық сезімі пайда болады, оның нәтижесі әлгі нәпсісі қалап тұрған нәрсені тастау. Яғни тастау, бір нәрсені тастаған кезде, тастау сол сабырлықтан шығатын, сабырлықтан туындайтын жеміс. Сол үшін де жалпы сабырлық деген бұл ішкі сезімге қатысты нәрсе. Ішкі сезімге сабырлық деп айтылады. Оның нәтижесі, мысалы, сіздің жүрегіңізде соғыс кетіп жатыр, таңғы уақытта. Нәпсіңіз ұйықтауды қалап тұр. Мына жақта діни талап бар. Намаз оқуың керек. Намаз оқымасаң Алланың алдында күнәһар боласың. Намаз оқысаң Алла саған разы болады, ертең сауабын береді. Екеуінің арасында күрес кетеді. Сөйтіп діни жақ жеңеді. Жеңген кезде, яғни сізде сабырлық халі пайда болады. Оның нәтижесі сіз жылы төсегіңізді тастап, тұрып, дәретіңізді алып, намазыңызды оқисыз. Бұл жеміс, яғни әлгі құлшылық, әлгі іс жеміс. Ал ішкі жағдай сол кезде сіз, яғни сабырлық жасадыңыз. Сабырлыққа қол жеткіздіңіз. Сабырлық бұл діни талап пен шахуаттың талабы екеуі бір-біріне қарама қайшы келген кезде, арасында соғыс кеткен кезде, діни жақтың жеңіп шығуы және дін талап еткен нәрсені істеу. Осы жалпы сабырлық деп аталады. Енді адамның жүрегіндегі білімі қаншалықты күшті болса, адамдағы ішкі сабырлық халі, сабырлық жағдайы соншалықты күшті болады. Және нәтижесі адам сол дін талап еткен нәрселерді істейтін болады. Яғни сіздің жүрегіңізде күнәнің зардабы, сауап амалдардың жақсылығы қаншалықты күшейетін болса, соған қатысты сізде яқин, сенім қаншалықты мықты болатын болса, сіздің сабырыңыз соншалықты күшті болады. Соншалықты күшті болады. Қарап отыратын болсақ, қазір біз айтып кеткендей, бұл жалпы барлық нәрседе, құлшылықта да және күнәлерде де, екеуінде де адамға сабырлық керек. Сол үшін де сабырлық бұл діннің жартысы болып табылады. Бірі білім, екіншісі сабырлық, яғни амал. Амалға адамға әрдайым сабырлық керек. Енді сол сіздің жүрегіңіздегі сабырлық қай мәселеде болып жатқанына байланысты сабырлықтың атауы әртүрлі болады. Мысалы, Алла тағала сізге рызық несібені аз етіп жазды. Әлбетте, Алла тағала маған рызықты аз еткен екен, болды, мен талап етпеймін деп жата бермейсіз, себебі қанша жазғанын білмейсіз. Бірақ Алла сізге рұқсат еткен жолмен рызқыңызды талап етіп жатсыз, ал рызық әлбетте қанша жазылған болса, сонша келеді, одан артық келмейді. Алла тағала сізге рызықты аз етіп жазған екен. Аллаху фаддала бa'дакум аля бa'дин фир ризq. Алла сендердің біріңді екінші біреуден рызықты артық етті деді. Біреуге көбірек рызық берілді, біреуге азырақ рызық берілді. Енді сол Алланың сізге берген рызқына сіз сабыр етіп, харам жолға түспесеңіз, сіздің сабырлығыңыз қанағат деп айтылады. Қанағат деп аталады. Яғни ол адамда қанағат бар. Адам соғыс алаңында тұрған кезде нәпсісі өмір сүр, өлім
ауыр нәрсе, қиын нәрсе, жан тәтті қашып кетіп не қыласың деді. Мына жақтан дін жағы адамдағы. Соғыс майданынан, алаңнан қашу үлкен күнә. Егер сен дініңді қорғап қаза табатын болсаң, шахид боласың, шахидтің Алланың алдындағы дәрежесі жоғары деп, осындай іште соғыс кетті. Сол жерде діни жақ басым келетін болса, және сіз сол шайқаста төтеп сабырлық танытып тұрып беретін болсаңыз, жауға қарсы төтеп беретін болсаңыз, бұны батырлық деп атайды. Бұның екінші жағы қорқақтық. Егер әлгі қарын шахуаты немесе жыныстық шахуат сізден харам нәрсені істеуді талап еткен кезде соған қарсы тұрып берсеңіз, бұл сабырлықтың аты иффа. Араб тілінде яғни иффа, тааффуф деп аталады. Яғни зинадан, сол секілді жаман нәрселерден арылу. Егер басыңызға бір мұсибат түсетін болса, ол кезде, яғни көбінше ол сабырлық деп аталады. Басыңызға қиындық түсті, туысқаныңыздан айырылдыңыз. Сол кезде артық сөз айтпай, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп шариғаттың шеңберінен шықпасаңыз, бұл сабырлық деп аталады. Егер бір адам сіздің көңіліңізге тиді, немесе сізге дөрекілік танытты, сол кезде сіздің шахуатыңыз талап етеді. Нені талап етеді? Әлгі адаммен ұрысуды, оған айқайлауды, әсіресе сізден дәрежесі төмен адам болатын болса, әсіресе қол астыңыздағы адам болатын болса, оған әртүрлі ауыр сөздерді айтуды шахуатыңыз сізден талап етеді. Яғни шахуатыңыз сол нәрсені қалап тұрады. Бірақ сіз олай істемесеңіз, дөрекілік танытпасаңыз, онда бұл сабырлық хилм деп аталады, яғни жұмсақтық. Сабырлық қандай жағдайға байланысты болса, сол жерде сіздің шахуатыңыз талап ететін нәрсе бар, және діни жақ талап ететін нәрсе бар. Діни жағыңыз басым келген кезде, сіз дін талап еткені бойынша не істейсіз? Мысалы, оның атауы болады, сол нәрсе сабырлық жалпы. Себебі сабырлық дегеніміз, яғни жалпы адамның ішіндегі шахуат жағы мен діни жақ екеуінің арасындағы күрес, сол күресте діни жақтың басым келуі. Және сол бойынша сіздің әрекет етуіңіз. Осы сабырлық деп аталады. Осы сабырлық, ал оның нәтижесі әлгі амалдар. Ол амал соғыста болатын болса, әлгі батырлық, біреумен мәміледе болатын болса, мысалы жұмсақтық, бір жерде шындықты айту керек болса, ол шындық. Қай жерде, қандай дін нені талап етеді, сол нәрсені істейтін болсаңыз, яғни сабыр осылай оның атауы әртүрлі бола береді. Алла Субханаху тағала Құран кәрімде «Уассабирина фил бәъсаи ва дарраи ва хинал бәъс». Яғни сабырлықтың бізге үш түрін немесе үш жағдайда болатын сабырлықты баяндап берді. «Уассабирина фил бәъса». Біріншісін Алла Субханаху тағала бәъса, яғни мұсибат, басына қиыншылық түскен кезде. «Ва дарра». Дарра бұл кедейлік, қиыншылық. «Вахинал бәс» соғыс. «Уассабирина фил бәъсаи ва дарраи ва хинал бәс». Яғни басына қайғы қасірет келген кезде, кедей болып қалған кезде, соғыс алаңында сабырлық етушілер деп. Бұның барлығы сабырлық деп аталады екен. Бұның барлығы сабырлық. Яғни кедейлікке сабырлық ету деген бұл жерде, яғни шариғат талап еткен бойынша амал ету. Басыңызға қиыншылық түсті, сабырлық ету. Соғыс алаңында сабырлық ету. Шариғат талап еткен бойынша амал ету. Яғни шариғат сізден нені талап етеді, сол бойынша амал етсеңіз, осы сабырлық болып табылады. Улайкаллазина садақу ва улайка хумул муттақун. Міне осылар шыншылдар, және солар шынайы тақуалар дейді. Енді адамның жалпы сол ішкі күресте шайтан жағы, нәпсі жағымен, шахуат жағымен, екінші әлгі әскері періштелер болған,
діни жақ деп атайық, сол екеуінің арасындағы күресте адамның жағдайы үш түрлі болады. Біріншісі, шахуатты толықтай жеңіп, әрдайым сіздің діни жағыңыз басым келеді. Әлбетте бұл деңгейге жету өте қиын, және барлық адамдардың қолынан келетін нәрсе емес. Себебі адамның ішінде әлгі шахуаты бар, шайтаны бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір адамның ішінде шайтанның болатындығын айтты. Сен де ме, я Расулаллах деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен де деді. Бірақ Алла тағала мені өзінің мейіріміне, рахметіне бөледі. Риуаятта келеді, фа аслама, яғни менің шайтаным бір түсініктер бойынша, бір берілген түсініктемелер бойынша фа аслама, яғни исламды қабылдады деді. Имам Хаттаби тағы да басқа сол секілді ғұламалар айтады, бұл жерде фа аслама деген, яғни аслама ана, яғни мен оның жамандығынан амандықта боламын дейді. Аслама деген екі түрлі мағынада келеді. Бірі аслама, исламды қабылдау, бұл жерде бұл фиал мады дейді, яғни өткен шақта келетін фиал болып есептеледі. Екіншісі фа аслама, яғни салима ясламу, амандықта болу. Мен оның азғыруынан амандықта боламын дейді. Имам Хаттабилер айтады, шайтан деп аталған әлгі жындар, олар исламды қабылдамайды. Сол үшін бұл жердегі мағынасы фа аслама, яғни мен оның жамандығынан амандықта боламын деген мағынада дейді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір адамда шайтанның болатындығын, оның ішінде жүріп азғыратындығын айтып жатыр. Енді ішіңізден азғыру болып тұрса әрдайым оны жеңіп, сіздің діни жағыңыз әрдайым басым болуы, бұл оңай нәрсе емес. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллах оларды ас-сиддиқун ал-муқаррабун, яғни олар әлгі сиддиқ деген деңгейге жеткен, Аллаға жақын болған құлдар дейді. Алла тағала олар жайында аллазина қалу раббуналлаху сумма истақаму, олар Раббымыз Алла деп кейін истиқаматта болғандар дейді. Яғни жақсы жолда тұрақты болған адамдар. Бұл бірінші деңгей. Екінші деңгейдегі адамдар, немесе екінші жағдайдағы адамдар, бұлар шахуатының талабын әрдайым орындап, діни талапты тастап қойған шахуаттың құлына айналған адамдар. Шахуаттың құлына айналған шахуат ол адамды әрдайым шахуат басқарады. Кей жағдайда ол адам күдер үзу деңгейіне де жетеді. Мысалы, қанша адамдарды көріп жатасың? Үлкен адамдарды, намаз оқымайсыз ба десеңіз, немесе енді осы арақты тастаңыз, жасыңыз енді пайғамбар жасына жетіп қалды деп айтсаңыз, енді біз ескінің адамдарымыз ғой, енді жастар не қылмаса, енді біз енді кеттік қой, осылай болды ғой деп, яғни былайша айтқанда ол өзіне үкім шығарып қойып отырды. Біз енді кеттік қой, осылай, енді жастар түзеленбесе, жастар оқымаса, біз енді ол қатайып қалдық деген осындай сөздерді айтады. Алла субханаху тағала Құран кәрімде ондай адамдар жайында фа'арид амман тавалла ан зикрина ва лам юрид илля ал-хаят ад-дуnya, біздің дінімізден, зікірден бас тартып, тек қана дүниені қалаған адамдардан бет бұрды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Залика маблағуху минал илм, олардың білімінің жеткен жері осы дейді. Кейде ол құлның, шахуатының құлы болып жүреді, бірақ тағы да Алла тағаладан үміт етеді. Алла тағала мен намазыма, оразама қарап қалды дейсің ба? Алла тағала мейірімді, Алла рахымды деп өзіне әлгі
аузына шайтанның салып беріп жатқан фәтуаларын айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай адамдар жайында: «Әл-кайису ман дана нафсаху амила лима ба'дал маут». Ақылды адам бұл өлімнен кейінгіге дайындалған амал еткен адам. «Вал ахмақу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна аля Аллахил амани». Ал ақмақ адам болса, нәпсісінің көңіл қалауының талабына еріп, нәпсісінің құлы болып, кейін Алладан жақсылық күткен адам дейді. Бұл адамдар жайында имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллах мынандай керемет мысалды айтады. Алла тағала адамға ақыл берді. Ақылмен ол ойлануы керек. Менің нәпсім талап етіп жатқан нәрселер бар, шайтан азғырып жатыр, бірақ мына жақта дін бар, ертең ақирет бар, жаннат тозақ бар, Алланың діні рас, кітабы рас, дін ақиқат. Ондай болса мен дін бойынша амал етуім керек. Ал шахуат мені әрдайым жаманшылыққа итермелейді. Осылайша адам, яғни ақылын істетуі керек. Бірақ бұл адам ақылын діннің талабы бойынша істетпейді, оның ақылы шахуатының құлы. Шахуаты бір нәрсені қалайды, шайтан бір нәрсені одан талап етеді. Бұл ақылын тек қана сол талапты қалай орындауға ғана істетеді. Қалай орындаймын, қалай шахуатымды қандырамын. Яғни ол үшін де адамға ақыл керек. Мысалы, ол рахаттанып өмір сүргісі келеді. Мына жақтан шахуаты, онда ұрла, бір жерден ұрлап ала сал дейді. Ұрлау үшін де адамға ақыл керек. Ақымақ адам ұрлай алмайды. Ол былай қалай барамын, мынандай уақытта қалай керемін, қалай бағына сигнализациясын өшіремін, үйтемін, бүйтемін, әлгі нені ашу, сейфті ашудың жолдары. Оның ақылы шахуатының құлына айналған. Бұл адам дейді, мұсылман адамды ұстап алып, кәпір адамдарға құлдыққа сатып жіберген, немесе құлдыққа ұстап берген адам сияқты деді. Мұсылман адам, кәпір мұсылманды ұстап алса не істейді? Кәпір мұсылманды ұстап алса, шошқасын бақтырады. Әлгі, мысалы, оның арақтары болуы мүмкін, сол арағы бар сарайын қарауылдатады. Яғни оны өзінің күнәларына жұмсайды, күнә істеріне жұмсайды. Адам қашан өзінің ақылын осы шахуаттың құлына айналдырады, бұл адам тура әлгі мұсылман адамды ұстап алып, қол аяғын байлап, кәпірлерге тапсырған адам сияқты. Мына сендер өздеріңнің күнәларыңа, әлгі харам істеріңе пайдаланыңдар деп, мұсылманды кәпірге тапсырған адам сияқты дейді. Және тағы оған мысал келтіреді. Бір адамға патша жақсылық жасады. Оған дүние, мал мүлік берді, жағдайын жасады, оны өзіне жақын тұтты, оған жақсы лауазым, қызмет берді. Ал әлгі адам патшаның бір күні жас баласын ұрлап алды, патшаның дұшпандары бар, сол дұшпандарына апарып берді. Бұл адамның ісі қандай іс? Бұл адамның ісі яғни сондай бір оңбағандық, жаман іс болып табылады. Енді адамның Алла тағала берген ең үлкен мүмкіндігі, немесе Алла тағала адамға берген ең үлкен нығмет, бұл ақыл нығметі. Ал жер бетінде адамдар табынған ең жаман нәрсе бұл әл-хауа, яғни адамның көңіл қалауы, шахуаты. Алла субханаху тағала Құран кәрімде «Афарайта ман иттахаза илахаху хауах», өзінің көңіл қалауын, шахуатын құдай етіп алған адамды көрмейсің бе деді. Құдай етіп алған адамды көрмейсің бе? Жер бетінде адамдар табынған ең жаман нәрсе бұл адамның өзінің көңіл қалауы. Яғни адамның көңіл қалауы, әлгі шахуаты Алланың дұшпаны. Сіз енді Алла тағаланы сізге жаратып берген ең жақсы нығметін алып, сол Аллаға дұшпан болған шахуаттың құлына айналдырсаңыз, әлгі сізге жақсылық жасаған патшаның баласын алып, патшаның дұшпандарына апарып берген адам сияқтысыз. Бұл адамдардың мысалы осындай дейді. Ал енді үшінші жағдайдағы адамдар бар. Бұл адамдар жүрегінде әрдайым соғыс кетеді,
яғни ол адам әрдайым тырысуда, әрекет етуде, бірақ кейде мынау шайтан жағы, шахуат жағы басым келіп қалады да, кейде күнәларға түсіп қалады, бірақ ол берілмейді, қайтадан тағы да күреседі. Алла субханала тағала бұндай адамдар жайында халату амалан салиха ва ахара сайиа асаллаху айятуба алейхим, жақсы амалдар мен жаман амалдарды араластырып жібергендер дейді. Асаллаху айятуба алейхим, иншалла Алла тағала олардың күнәләрін кешірер. Олардың күнәләрін кешірер. Яғни шахуатпен күресуді, соғысты мүлдем тастап қойған адамдар, бұлар әлгі хайуанаттар секілді, тек қана шахуатының талабы бойынша амал етеді. Ал бірінші деңгейге жету әрбір адамның қолынан келмейді, ол өте қиын. Ондай болатын болса, басым көпшілігіміз осы үшінші деңгейдегі адамдардан болса, яғни әрдайым ішінде күрес кетеді, жақсылық пен жамандық қолдан келгенше жеңуге сол күресте және Алланың талап еткені бойынша амал ететін болсақ, біз иншалла сол Алла тағала күнәләрін кешірер деген пенделердің қатарына кіреміз. Енді жалпы сабырлықтың не нәрседе сабыр ету керектігіне байланысты екі түрі болады дейді. Екі түрі болады. Бірі өте ауыр болған нәрселер. Бұл жердегі сабырлықты араб тілінде, шариғаттың тілінде тасаббур дейді. Тасаббур, яғни сондай бір ауыр сабырлықтың түрі. Ал екіншісі адамның табиғатына қатты ауыр болмаған нәрсе. Ол жердегіні сабыр деп атайды. Құранда Алла субханала тағала фәәммә мән аъта уаттақа ва саддақа бил хусна, кім-де-кім яғни Алла жолында дүниесінен берсе және ақиретке иман келтірсе, біз оны жеңілдікке, оның ісін жеңілдетіп береміз дейді. Яғни адам әрдайым күресетін болса, әлгі қиын жерлерде сабырлық танытатын болса, иншалла Алла субханала тағала ары қарай оның ісін жеңілдетіп береді. Яғни бұл жердегі жалпы имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаһуллахтың айтып жатқаны, мысалы адам біреумен күресу керек. Күресетін адамның өзінің деңгейінде болатын болса, оны жеңу оңай болмайды. Ал егер мысалы жас баламен төбелесу керек болса, жас баланы оңай жеңеді. Сол секілді, яғни не нәрседе сабырлық таныту керек деген мәселеге қатысты сабырлық, егер ауыр нәрседе болса, тасаббур деп аталады, егер жеңілдеу болатын болса, онда ол сабыр деп аталады дейді. Және одан кейін жалпы сабырлықтың қандай мәселеде болуына байланысты үкімі бар. Сабырлық парыз болады, макрух болады, харам болады. Алла нәсіп етсе, сабырлыққа қатысты бұл мәселелерді және басқа да мәселелерді келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханала тағала бәрімізді өзінің сабырлы құлдарынан етсін. Алла бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.